Ассалаумағалейкум баршаңызға, қалайсыздар? Сіздермен мен идеалист. Бүгінгі сабақ бізде по счету 5-ші сабақ. Бүгінгі сабақта біз таймфрейм деген не, соған тоқтала кетеміз. Яғни трейдингте таймфрейм деген не, яғни М1, М5, М15, H1, H4, күндік, апталық таймфреймдер ол там қалай қалыптасады және бұнымен біз қалай жұмыс істейміз. Не үшін таймфреймдер тым көп? Неге біз стандарттан бір тал таймфрейм таңдап алып, сол таймфрейммен жұмыс істей бермейміз? Және де неге бір нарық әр таймфреймде әртүрлі көрінеді? Фрактальная натура рынка. Осыған тоқтала кетеміз. Яғни таймфреймге келгенде сіздер осыған мән берсеңіздер болды. Ал енді өзіміздің сабақты дальше жалғастырайық. Ең алдымен таймфрейм деген не? Тоқтала кетейік. Таймфрейм дегеніміз графиктегі әрбір свечаның баға қозғалысының қандай уақыт аралығын көрсететін анықтайтын параметр. Яғни бізде М1 деп айтатын болсақ, ол бізде свечаның қалыптасуына 1 минут уақыт кетті. 1 минуттық свеча. М5 5 минуттық свеча. М15 15 минуттық свеча. Дәл сол сияқты H1 деген ол бізде сағаттық, H4 деген ол бізде 4 сағаттық, Day1 деген ол бізде 1 күндік свеча, және де Weekly One деген ол бізде 1 апталық свеча. Яғни свечаның қалыптасуына 1 апта уақыт кетті, 1 күн уақыт кетті, 4 сағат, 1 сағат, 15 минут, 5 минут, 1 минут деген сияқты. Және де әрқашан бізде трейдингқа келгенде үлкен таймфрейм әрқашан маңызды болады. Яғни сіздерге минуттық таймфреймнен қарағанда апталық таймфрейм маңызды. Неге? Себебі ол свечаның қалыптасуына көп уақыт кетті деген сөз. Сол үшін әрқашан трейдингқа келгенде сіздер үлкен таймфреймнен бастап анализ жасайсыздар. Яғни кіші таймфреймдер бізде көп шу, тез өзгеріс. Мысалы, қарапайым мысал келтірейін. Мысалы, мынаны бізде 15 минуттық таймфрейм деген сияқты елестетіңіздер, яғни 15 минутта қалыптасқан бір тал свеча. 15 минутта қалыптасқан бір тал свеча, мынау бізде көлеңкесі. Егер сіздер там свечаны қалай оқимыз, оны білмесеңіздер, өткен сабаққа барып көрсеңіздер болады. Яғни мынау бізде 15 минуттық свеча. Бұл жерде бізде 15 минуттық свечада бір тал свеча болады. Бір тал ғана жай ғана свечада. Бірақ осы жерде осы 15 минуттық свечаның қалыптасуына кеткен бізде өте көп 1 минуттық свечалар бар. Яғни 15 свечадан қалыптасты бұл. Яғни біз LTF-ке өткен кезде, яғни кіші таймфреймге өткен кезде, және айта кетейін, үлкен таймфреймді бізде HTF деп айтады. Там кіші таймфреймді бізде LTF деп айтады. Ол просто термин, оның бір мағынасы жоқ. Ағылшынша lower time frame и higher time frame, вот и все. Ал енді мысалы мынау бізде 15 минут свеча болатын болса, М1 таймфреймде бізде өте көп свечалар болады, және де 15 М1 свечадан қалыптасады, немесе 3 тал М5 свечадан қалыптасады деген сияқты. Сол үшін біз специально М1, яғни 1 минут, 5 минут, 15 минут деген сияқты уақытқа бөлеміз бұны. А так қатты бір қиын дүние емес. Далее кеттік. Енді біз таймфрейм неғұрлым кіші болса, баға соғұрлым егжей-тегжейлі көрінеді. Таймфрейм үлкен болған сайын жалпы тренд пен бағыт анық көрінеді. Яғни кіші таймфреймде бізде шу көп, тез өзгеріс болса, үлкен таймфреймде, яғни апталық, күндік, 4 сағат таймфреймде бізде аз шу, тренд анық. Мысалы, күндік таймфрейм бізде нақты қозғалады. 4 сағаттықта мысалы нақты қозғалады, уже сағаттық 15 минут таймфреймнен бастап шу көбеюі мүмкін деген сияқты. Вот так. Яғни 1 минуттық свечалар өте көп болады көз алдыларыңызда. Ал күндік таймфреймге өткен кезде барлығы өте көп минуттық там свечалар сізде бір тал күндік свечаның ішіне кіріп кетуі мүмкін. Вот и все. Ал енді неге бір нарық әр таймфреймде әртүрлі көрінеді? Фрактальная натура рынка. Бұл өте маңызды. Нарықтың қозғалысы фракталдық құрылымға ие. Яғни фрактал деген не? Фрактал деген табиғатта қайта-қайта қайталанатын дүние. Яғни бізде нарықта әрқашан бір дүние қайталанып отырылады. Мысалы, біз күндік таймфреймде бағаның бүйтіп өсіп, бүйтіп түсіп, потом қайтадан өскенін көрсек, тура сол қозғалыс М1 таймфреймде қайталанады. Яғни екеуі одинаковый, просто екеуінің қалыптасуына, мысалы, мынаның қалыптасуына бір 15 минут уақыт кететін болса, мынаның қалыптасуына мысалы бір ай уақыт кетуі мүмкін да. 30 күн. Тура сол сияқты. Яғни бізде рынокта фрактальность бар. Кез келген қозғалыс нарықта қайталанады. Нарықтың қозғалысы фракталдық құрылымға ие. Бұл дегеніміз үлкен таймфреймге қозғалыс кішкентай таймфреймдерге
және солардың бөлігінде сол қозғалыстың кіші көшірмелері пайда болады. Яғни тура жаңа көрсеткендей, егер бізде күндік таймфреймде баға осындай қозғалыс көрсетсе, біз М1 таймфреймге түссек те тура сондай қозғалыс көреміз. Бірақ екеуінің қалыптасуына екі түрлі уақыт кетеді. Яғни фрактал үлкен суреттегі модельдер мен құрылымдар кіші таймфреймдерде қайталанады. Вот мысалы қараймыз. Біз не көріп тұрмыз? Күндік таймфреймде баға өскен, одан кейін түскен, потом дальше өскен. Тура сол сияқты 4 сағат таймфреймде баға өскен, түскен, дальше өскен. 15 минуттық то же самое. Күндік то же самое. Минуттық дегенде шатастым. Вот. Просто мысалына минуттық таймфреймнің ішінде осындай қозғалыстар болу үшін аз уақыт кетеді, ал күндік таймфреймде бізде біраз уақыт кетеді деген сияқты. Яғни фрактальность бізде әрқашан бар. Ал енді қай таймфрейм не үшін қолданылады? В основном анализді жасағанда біз әрқашан үлкен таймфреймнен бастап жасаймыз. Мен мына жерде максимум апталық таймфреймді көрсеттім. Яғни бұл қысқаша айтқанда бұл апталық таймфрейм дегенде бұл апталық свича. Яғни бізде апталық свича, бізде свичаның максимум бар. Вот бізде свичаның максимум бар, свичаның минимум бар, яғни свичалардың көлеңкесі. Яғни бір апта уақыт осы свичаның қалыптасуына кетті. Бұның ішінде бізде 5 тал, егер Форекс нарығы болса бізде 5 тал күндік свича болады, егер криптовалюта нарығы болса 7 тал күндік свича болады. Неге? Себебі криптовалюта нарығы бізде аптасына 7 күн 24 сағат жұмыс жасайды. Ал Форекс нарығы бізде аптасына 5 күн жұмыс жасайды. Сол үшін екеуінде там 2 күн разница бар. Но апталық свича мысалы осылай қалыптасады. Бұның ішінде бізде Форекс нарығы болса 5 тал күндік свича болады, немесе бәленбай сағаттық свича болады, өте көп 15 минуттық свича болады, және де өте көп 5 минуттық, 1 минуттық өте көп свичалар болады. Сондықтан в основном біз үлкен таймфреймге қараған кезде біз мән береміз. Яғни біз үлкен таймфрейм арқылы үлкен трендтер мен циклдарды анықтаймыз. Мысалы, апталық таймфреймде сіздерде бір ақтал свича болып тұратын болса, ал вот бір сағаттық таймфреймде ондай қозғалыс болуы мүмкін. Прям бағаның өстіп жүргені, прям үлкен қозғалыстар болып көрінуі мүмкін да. Ал сіз апталық таймфреймді ашып қойып қалсаңыз, ол бізде бір ақтал свича болып кетеді. Например, күндік свичаны ашып қалсаңыз, тура сол апталық свича 5 тал свичаға ауысып кетеді. Вот так. То есть бізде бір тал күндік свича, апталық свичаның ішінде өте көп күндік свичалар болады. Немесе шатасынан өте көп кіші таймфреймнің свичалары болады. Яғни мен бұл жерде байқасаңыздар апталық свичадан бастап мысал келтіргенмін, но одан да жоғары таймфреймдер бар. Бізде жылдық таймфрейм бар, ең үлкен таймфрейм жылдық таймфрейм. Одан кейін бар 6 айлық таймфрейм, 3 айлық таймфрейм, айлық таймфрейм, апталық таймфрейм, күндік таймфрейм, 4 сағат, 1 сағат, 15 минут, 5 минут, 1 минут деген сияқты. Ортада 30 минуттық, 45 минуттық таймфреймдер бар. Яғни бір свичаның қалыптасуына 30 минут немесе 45 минут уақыт кетеді деген сияқты. Бірақ сөздің шыны керек, мен оларды өзім пайдаланбаймын. Менің основной пайдаланатыным, яғни бүгін бізде 26-сы, яғни воскресенье, ертең понедельник ашылған кезде, яғни дүйсенбі ашылған кезде бізде жаңа апта, яғни жаңа сауда аптасы басталады. Осы өткен апталық свичаға қарау арқылы, яғни менде свичаның минимум бар, свичаның максимум бар. Осы свичаның максимум минимумына қарау арқылы мен алдын ала апта бойы бағаның қай бағытта қозғалатынын біле аламын. Ол бойынша біз алдағы сабақтарда тоқталамыз. Ол бойынша әлде сабақтар болады. Просто сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Яғни апта бастала салған кезде мен осы апталық свичаның диапазонында, яғни менің целім либо апталық свичаның максимум болады, либо апталық свичаның минимум болады. Осы екеуіне дейін мен өзімнің позициямды аша аламын деген сияқты. Вот так. То есть осы екеуіне қарай, осы екеуінің бағытына қарай мен өзімнің жоғары кететін позициямды, немесе төмен кететін позициямды, лонг позициямды, жоғары кететін бізде лонг позициям, төмен кететін шорт позициям. Екеуінің біреуін мен қарастыра аламын, және өзімнің ақшам таба аламын. Яғни апталық свичады мен келтірген себебім, в основном біз апта басталған кезде апталық свичадан бастап анализ жасаймыз, ай басталса айлық свичадан бастап анализ жасаймыз. Тура сол сияқты жаңа күн басталса, мысалы ертең понедельник ашылады, егер мен күндік целімді өзімнің қай бағытта жұмыс істейтінімді анықтау үшін күндік таймфреймнен бастап анализ жасаймын. Сол үшін мен осы апталық свичалардан бастап көрсеттім. Яғни апталық свичада біз ең үлкен трендтер мен циклдарды анықтаймыз. Және сіз егер тек қана апталық свичада сауда жасаймын десеңіз, это уже свинг трейдинг, ұзақ мерзімді инвесторларға немесе свинг трейдерларға жасалынатын анализ болып кетеді.
Вот. Яғни апталық таймфрейм бізде өте ұзақ мерзімді көрсетеді. Мысалы 52 апталық свеча бізде 1 жыл диапазонды көрсетеді. Яғни бізде 1 жылдың ішінде 52 апта бар. Яғни 52 апталық свечадан бізде 1 жыл уақыт құралады. Надеюсь, түсінікті. Сол үшін бұл маңызды. Ал енді күндік свеча жалпы нарық көрінісі ірі қозғалыстар. Яғни бағаның бізде қай жаққа кетіп бара жатқанын күндік свеча көрсетеді. Инвесторлар және ұзақ мерзімді трейдерлер, в основном свинг трейдинг. Ал 4 сағаттық таймфрейм негізгі тренд бағытын анықтау. Яғни апта бойы, егер мен апталық сейлім, яғни баға апта бойына қай жаққа барады деген планым болса, апталық свечаның максимум бар, апталық свечаның тура сол сияқты минимум бар. 4 сағаттық таймфреймде мен осы апталық свечаның хайына дейін немесе апталық свечаның минимумына дейін мен өзімнің позициямды қарастырамын. Алдағы уақытта біз қалай позиция ашамыз, қалай оған анализ жасаймыз, бәріне тоқталамыз. Оған қазірше бас қатырып керек емес, ол бойынша уайымдап керек емес, тек қана сіздер түсінсеңіздер болды. Яғни 4 сағаттық таймфреймде негізгі тренд бағытын анықтау, және де свинг трейдингке, яғни ұзақ мерзімді трейдингке негізделген таймфрейм. Ал тура сол сияқты сағаттық таймфрейм, трендті көру оңай, сенімді деңгейлер, дейтрейдинг және свинг трейдингқа пайдалы таймфрейм. 15 минуттық таймфрейм, бір свечаның қалыптасуына 15 минут уақыт кетеді. Орташа қозғалыс, ішінде шу бар, жақсы баланс. Яғни 15 минуттық таймфрейм, минуттық таймфреймге қарағанда, мысалы, более-менее стабильный деген сөз ғой мынау. Жақсы баланс деп айтқан. Яғни интрадей бір күннің ішінде жұмыс істеуге өте жақсы таймфрейм, 15 минуттық таймфрейм. Мысалы, біз 4 сағатпен 15 минут байланыстыра аламыз, сағаттықпен 15 минут байланыстыра аламыз, сағаттықпен 5 минут байланыстыра аламыз. Вот так. Және де бізде M5 таймфрейм, бір свечаның қалыптасуына 5 минут уақыт кетеді. Жылдам қозғалыстар, жылдам сигнал деген сөз негізі қатеші. Мына сөз қате. Мына өшіріп тастаймыз. Бұл сөзді көрмедік біз. Мән бермеңіздер. Яғни жылдам сделкалар ашу шансы көп. В основном скальпинг және интрадей, яғни дейтрейдинг деп айтады оны. Вот. Жылдам сделкалар ашып, яғни нарыққа біз тез кіріп, тез шығып кете аламыз. M5 таймфреймді пайдалану арқылы. Және M1 таймфрейм өте жылдам қозғалыс скальпингке арналған. Себебі бізде M15 тек қана бір ақтал свеча болса, M1-да бізде мынандай қозғалыстар болуы мүмкін. Вот так. То есть, в основном жылдам сделка ашып, шығып кеткісі келетін адамдарға арналған. Вот. Надеюсь, түсінікті. Енді неге бір нарық әр таймфреймде әртүрлі көрінеді? Вот. Әр таймфрейм әртүрлі трейдерлердің көзқарасын көрсетеді. Мысалы, M1-де баға төмендеп бара жатқан көрінуі мүмкін, ал 4 сағатта ол әлі де жоғары трендте болуы мүмкін. Мысалы, 4 сағаттық свеча осылай өсіп жатыр сізде, ал мына 4 сағаттық свечаның максимум мен жабылу нүктесіне келген кезде M1 таймфреймде баға бізде бүйтіп төмендеп бара жатуы мүмкін. Егер сіз тек қана M1 таймфреймде сауда жасайтын болсаңыз, сіз ойлап қаласыз, ойбай, баға менде төмен кетіп бара жатыр деп. Хотя на самом деле не. На самом деле 4 сағаттық таймфрейм мысалы бізде полностью лонговый болуы мүмкін. Вот так. То есть үлкен таймфрейм бізде маңызды әрқашан. Кіші таймфреймде көп шу болады. Көптеген ұсақ қозғалыстар трендті бұрмалайды. Себебі мысалы қараңыздар, тура осы жерде қайттан мысалға келтірейін. Бізде 4 сағаттық таймфреймде елестетіңіздер, мынау бізде свечаның максимум нүктесі, мынау бізде свечаның жабылуы. Осы жерде мысалы M1 таймфреймге келетін болсақ, баға бізде мынандай қозғалыстар көрсетуі мүмкін. Алдымен құлап келе жатты, одан кейін былай өсіп кетті, одан кейін бізде баға былай түсіп кетті, одан кейін баға бізде бүйтіп түсіп барып, бүйтіп өсіп барып, потом бүйтіп келуі мүмкін. Вот так. То есть неше түрлі қозғалыстар, егер сіз тек қана M1-ге қарап отырсаңыз, басыңыз қатып кетеді. Так что біз әрқашан таймфреймдерді байланыстырамыз. Оны қалай байланыстырамыз? Біз мультитаймфреймный анализ деген сабақты өтерміз, яғни таймфреймдерді байланыстыру. Ол кезде уже трейдинг view, живой график. Вот. Сол кезде сіздер түсінесіздер, яғни топ-даун анализ. Вот. Үлкен таймфрейм трендті, кіші таймфрейм кіру нүктесін табуға қолданылады. Мысалы, 4 сағатта трендтің бағытын анықтаймыз, 15 минутта кіру нүктесін табамыз. Яғни 4 сағатпен 15 минутты байланыстыру деп жаңа айтқаным осы. Нарық фрактал. Қозғалыстар әр деңгейде қайталанады, тек масштаб өзгереді. Мысалы, қараңыз, күндік таймфреймде тура сол қозғалыс, минуттық таймфреймде тура сол қозғалыс. Яғни
рынок фрактален деп айтады. Бір қозғалыстар әрқашан қайталанады. Ой, монтажым бітіп кетті ғой менің. Хорошо, дальше жалғастырамыз. Так, таймфреймдерді қалай дұрыс пайдалану керек? Үлкен таймфреймде біз бағытты анықтаймыз. Мысалы, күндік таймфреймде немесе 4 сағаттық таймфреймде трендтің бағытын анықтаймыз. Орта таймфреймде біз қай жерден сделкаға кіреміз, соны анықтаймыз. Вот мысалы, сағаттық таймфрейм немесе 15 минуттық таймфреймде біз там поддержка, сопротивление деп айтады, но ол терминдерді қолданбаймыз. Ол терминдерді қолданбаймыз, то же самое қате. Біз 15 минуттық сағаттық таймфреймдерде қай жерден баға реакция алады? Например, мысалы, сіздерге мына суретті көрсетейін. Байқасаңыздар, баға бізде өскен, одан кейін түскен, одан кейін өскен. Осы жерде, например, сіздер баға өседі деп осы жақта сделкаға кіре аласыздар. Бірақ сіздер сделкаға кіру үшін сенімді болу керексіздер. Мына жерде баға неден реакция алды бізде? Не үшін баға өсті? Оның белгілі бір себебі болады. Сол себебін анықтайсыздар да. Алдағы уақытта біз Smart Money деген уже там трейдингтің бастамасы емес, уже трейдингтің негізгі бөлігіне келген кезде түсінесіздер, баға бізде белгілі бір инструменттерді реакциялады. Оны имбаланс деп айтады. Одан кейін бар ордер блок деген дүние бар, естігендеріңіз болса. Тура сол сияқты бізде там Fibonacci бойынша біз премиум дискаунтты анықтаймыз, яғни инструменттер көп. Сол инструменттерді плюс бізде оның бәріне ликвидность қосамыз. Оны біз қалай пайдаланамыз? Мысалы, вот баға бізде, например, өсті, одан кейін түсті, одан кейін өсті. Осы баға өскен кезде біз өзіміздің сделкамызды аша аламыз, пайдамызды таба аламыз. Оны қалай біле аламыз біз алдын ала? Вот сол бойынша бөлек сабақтар болады. Ал қазір сіздер осыған мән берсеңіздер болды. Яғни біз сағаттық таймфреймде, М15 таймфреймде қай жерден сделкаға кіретін аймағымызды табамыз. Вот, например, баға бізде өсті, баға бізде түсетін болса, мына жақта имбаланс болатын болса, біз осы жақта келгенде баға өседі деп өзіміздің сделканы ашамыз. Біздің мысалы целіміз осы максимум болуы мүмкін деген сияқты. Вот так. Ал енді дальше кеттік. Кіші таймфрейм кіру нүктесі. Мысалы біз сағаттық таймфреймде, мынау бізде сағаттық таймфрейм болатын болса, сағаттық таймфреймде аймақты таптық. Мына жерде 15 минуттық немесе 5 минуттық таймфреймде өзіміздің сделкамызды аштық. Тейпіміз мына жақта. Вот так. Надеюсь, түсінікті. Ал енді таймфреймдерді байланыстыру, яғни бұл тәсіл көп уақытты жоғалтпауға және тәуекелді азайтуға көмектеседі. Ал енді мысал, бір нақты таймфреймді қалай көруге болады? Жалпы тренд, например, күндік таймфреймде жалпы тренд жоғары, нарық бычий өсім үстінде. Яғни нарық бізде өсіп жатыр. Сағаттық таймфрейм баға коррекция жасап жатыр. Коррекция деген осылай бағаның бізде түсуі, кіру мүмкіндігі дайындалуда. Вот осындай өзінің бір диапазоны болады, сол жақтан біз кіреміз сделкаға. 15 минуттық там өзіміздің қай жерден қолдау деңгейі деген қате бар ғой. Не үшін мен бұны жаздым, не знаю. Яғни қай жерден біз өзіміздің позицияға кіреміз, соны белгілейміз, кіру нүктесі табылады. М1 таймфрейм, импульс пайда болады, позицияға кіреміз. Яғни М1 таймфреймге подтверждение аламыз. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай кетсек, таймфрейм деген графиктегі уақыттың масштабы. Бір нарық әр таймфреймде әртүрлі көрінеді. Себебі нарық там фрактальный. Үлкен таймфрейм трендті көру үшін, кіші таймфрейм сделкаға кіру үшін қолданылады. Дұрыс таймфрейм таңдау табысты трейдингтің маңызды бөлігі. Дұрыс таймфрейм дегенде нақты бір ақтал таймфрейм жоқ. Мысалы, мен сіздерге айта алмаймын. Вот алыңыздар да, например, тек қана сағаттық таймфреймде жұмыс істеңіздер. Нет, олай болмайды. Олай істеуге болмайды. Сіздер барлық таймфреймде бір-бірімен байланыстыра білу керексіздер. Таймфреймдерді дұрыс байланыстыра білсеңіздер, трейдингте сіздер табысты болуға деген шанстарыңыз жоғарылайды. Надеюсь, түсінікті. Бүгінгі сабақ бізде ұзақ болды. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға қойсаңыздар болады. Кез келген сұрақтарыңызға максимально жауап беремін, немесе телеграмға жазсаңыздар болады. Менің телеграмым слэш или собачка. Ну, маңызды емес. Қуаныш нөмір. Осы менің телеграмым. Осы жаққа жазасыздар, мен сіздерге максимально көмектесемін. Егер сұрақтарыңыз болса. Надеюсь, бәрі түсінікті. Сау болыңыздар.